Так, ассалаумалейкум достар, алдарыңызға амансыздар ма? Жалпы бүгін міне тағы да бір влог. Бұйырса қазір бір дос баламның үйіне барамыз. Яғни машинасы жүрмей қалған, сол машинасын сүйреп көрсетіп итеріп жібереміз. Менімен бірге болыңыздар десең. Айнала тұман-тұман-тұманды Шаршадым адасуда менде күмән Тілмен күнде боран орап жүрегімді Салқындау Тағы да қалайсыздар бауырлар? Жалпы бұл видеода мен досымның үйіне бара жатырмын деп айтып кеткен болатынмын. Енді сол бұйырса жолдағы сәттер десек те болады. Жалпы бұл видео енді 2 аптадан кейін бірақ шығарылып отыр. Тіпті 3 аптаға тақау уақытында, яғни таяу уақытында тағы да не дейді оны? Жалпы сондай уақытта салынып отыр. Соңына дейін көрсеңіздер, талай қызықтарды менімен бірге көресіздер десем де болады енді жалпы. Мінекей енді ұят енді өйткені адам айналада адамдар көп по идее. Ұят. Сонда да барысын көріңіздер енді. Ұят тек қоясың да бәрін түсіре бересің ғой. Мінекей біз досымыздың да үйіне келдік. Короче, есігін ашып, ішке қарай кірейін деп жатырмын. Бұйырса ол ар жақта жүр екен, соған қарай беттедім. Қазір көрсетіп, мына машинада үйінде жүр. Мен осы машина толмай қалған. Тағы да кешірім сұраймын, енді мен итеріп сүйреп жатқан моментті түсіре алмадым, себебі қолымыз бос болмады. Бір жағынан достарымнан да ұялдым десем де болады. Енді біреулер айтатын шығар, ұялатын нәрсе емес қой, басқа деп. Бірақ та шынымды айтайын, енді менің блогер екенімді көп адам біле бермейді. Анаған жіберем, мынаған жіберем деп тұрып енді түсіре бересің сөйтіп енді. Бұл жерде енді досым алдыңғы дөңгелектерін айналдырғысы келді, яғни жерді қаздырып тұрып, бірақ та енді қолынан келмеді. Мен соны түсіндіріп айтып атқан кезім, машина жүрмейді деп, басқа деп, общем солай. Аяқ астынан пойыздан тап бола саласың ғой, короче. Бауырлар, қалдарын салай, мінекей алдыңғы видеодан кейінгі ұзақ уақыт демалыстан кейін влогты қайтадан жалғастырып жатырмық. Бұйырса қалаға қарай кетіп баратырмын. Енді өте қиындау біраз. Не қиын десеңіздер, короче. Мен білмеймін, ешқандай ештеңе решение қабылдамаған. В общем, бәрін көреміз, ол қызықтардың бәрін алда. Иншалла. Короче, мынандай бір плацкарттамын. Не дейді бұл, купе деймін. Купедемін. В общем, ешкім жоқ бұл жақта. Тек өзім ғана. Сіздерге қызықтар көрсетіп даяқ дейді. Короче, бір жерге тоқтап тұрып. Әлі бір күн жүреміз. Тағы да бір айтатын жайт, менің шашым неге алмайсың басқа деген сұрақтар туындаса, онда менің екінші видеомды, или үшінші видеомды қарасаңыздар болады. Купеде ешкім болмағандықтан не істерін білмей жүрген Нұрекең өз-өзін түсіріп, енді әлек болып жүр. Әдеттегідей қарапайым әпенділер сияқты. Ішімнің пысқаны соншалық туникке де тартылып кеткенсің ғой кәм. Жарайды, оны қойш, жасық тұрып атқанымды айтсай. Уже айналсатын ештеңе қалмады. Содан кейін айнаға қарап тұрып, шашын тарап тұрып, бұл жігіт не істерін ойланып жатты. Айтпақшы, бұл жігіт не үшін шашын тарап жатыр дейсіздер ғой. Жалпы өзінің видеоға түсіріп атқан есіне түсіп кетті ғой. Вагонда, короче, бізде басқа ешкім жоқ сияқты. Қараңыздар. Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло. Облом біреудің есігін ашып қой. Тез үйімізге кетейін. Жалпы негізінде түнде ешкім жоқ болатын тұғын, содан кейін мен барып ашып көрейін деп ойлаған ғой, сөйтсем адамдар жатыр екен. Содан кейін не істерімді білмей қашып кеттім. Енді кешірім сұраймын, енді бұндай қылығым үшін кешірім сұраймын әлбетте. Мінекей влогымды армен қарай жалғастыратын болсақ, біз қазір Қарағанды қаласына да келдік. Бұйырса алда деп ойлаймын, енді нақты білмеймін бұяқтың жолын. Бұл бұйырса енді жетуге сәл-ақ қалды деген белгіні білдіреді деп ойлап видео түсіріп отқан уақытым. Жалпы бұл қателеспесем, қалай екенін де білмеймін, қысқасы, в общем, түсіріп отырмын жай. Сөйтіп жүріп Астанаға да келдік. Мінекей бұл экскалатормен содағы өзімше түсірген видеом десем де болады.
Сөйтіп астананы сіздерге көрсетемін ба деп ойлаған едім, бірақ та болмады. Ассалаумағалейкум бауырлар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Мінекей көптен күткен влогтың, мінекей көптен күткен влог тағы да шығып жатыр, жарық көріп жатыр десек те болады. Енді бұйырса, осыдан кейін мен бұйырса қайтадан влогқа көшетін шығармын. Әлбетте жаңағы 20 күнде, 15 күнде деген нәрселерді, 7 күнде, 3 күнде, 5 минутта деген сияқты нәрселердің барлығын істейтін боламыз. Бұйырса, оларды да тастамаймыз, және де влогты да қатар алып жүретін боламыз. Бұл видео енді көп үзілістен кейін шығып жатыр. Жалпы мен жаңағы ең соңғы видеом, жаңағы кипап қоя. Жыбырламай тыныш тұрайыншы. Сол видеодан кейін міне біраз үзілістен кейін, примерно 3 күн ба, 4 күн ба видео түсірген жоқпын. Нағып кеттім өзі. Енді қысқасын айтқанда, бұйырса алдағы уақытта талай видеолар түсіретін боламыз. Сіздер біздің каналдан жазылып, подписаться етіп кетпеңіздер. В общем, сол айтайын дегенім, оның алдындағы видео жалпы оны түсіндірме керек жоқ деп ойлаймын, өйткені мен барлық видеода түсіндіріп кеткен болатынмын. Жалпы жаңағы ең бірінші кадрлар оған уже бір айдай болып қалды, примерно қателестім, 2 аптадай болып қалды, примерно 2 аптадай видео түсірген жоқпын, одан кейін влог. Яғни 2 аптадан кейін вообще влог түсірген жоқпын, енді түсіріп жатырмын, мінекей. Бұйырса енді тағы да түсіретін шығармын деп ойлаймын. Енді менің өмірімде көптеген өзгерістер болып жатыр, сіздерге айтқаным естеріңізде ме, мен қалаға баратын шығармын, жалпы өмірімді өзгертетін шығармын деп, мінекей бұйырса бүгін курсқа жазылдым. Алла қаласа сол курс бойынша жұмыс жасайтын боламыз қысқасы. В общем, сау болыңыздар. Сол бір жылы кездерге түнім